Қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым, қалайсыздар? Бүгін сіздермен миллионер болуға кеңестер жайлы айтатын боламын. Сіздерге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз өзіңізді болашақ миллионер деп санайсыз ба? Немесе көп ақша табатын тұлға ретінде есептейсіз бе? Онда сіз қабылдау керек шешімдерді ұсынамын. Алдымен, егер сіз ақша өз қажеттілігіңізге жеткіліксіз болса, қосымша жұмыс іздеңіз. Ақша табу оңай, оны үнемдеу және көбейту қиын. Көбінесе адамдар өз жұмысын бағаламағаны үшін аз ақша табады. Кез келген адам миллионер бола алады. Алдымен активтерді, содан кейін пассивті сатып алу туралы қамқорлық жасаңыз. Қосымша қаражатыңыз болса, қымбат дүниелерді сатып алыңыз. Несие алмаңыз. Қарыздар мен несие карталарын құтылыңыз. Миллионерлердің кеңесіне құлақ асыңыз. Барлық шағын төлемдерді бірден төлеңіз. Қарызды көбейтпей, ол сізді артқа тартып кетеді. Барлық бай адамдардың тек активный доходтан бөлек депозиттерден, кеңсе немесе пәтер жалғаудан және басқалардан пассивті кіріске ие. Барлық ақшаңызды бір бизнеске салмаңыз. Өз бетіңізді ретке келтіріңіз. Жеке және отбасылық өмірдің тұрақсыздығы көбінесе капиталдың жетіспеуіне себеп болады. Егер сіз несие берген болсаңыз, оны ұмытыңыз. Кенеттен, яғни жоспарсыз сатып алулар жасамаңыз. Сіздің байлығыңыздың деңгейі сіздің жеке басыңыздың маңыздылығына сәйкес келеді. Басқаларға бай болуға көмектесетін адам одан сайын байи түседі. Қайырымдылықпен айналысыңыз. Және ең соңғы біздің кеңес, басқалардың ақшасына, дүние мүлкіне сұқтанбаңыз. Сізде одан да мықты, күшті байлығыңыз болады. Комментарийға «Мен миллионерше оқырманмын, мен миллионер боламын» деп жазып кетіңіз, бұл шынымен де әсер етеді. Сіздерге осы видео пайдалы болса, лайктарыңызды аямаңыздар.